Туылған айына қарай әйел адамның мінезі. Денсаулық арнасы ұсынады. Қаңтар айы. Бұл айда ең төзімді әйелдер дүниеге келеді. Ер мінезді болып келеді. Басындағы мәселені ешкімге айтпай өзі шешеді. Тамақ пісіргенде жаны сүйеді. Ал үй жинағанды ұнатпайды. Ақпан айы. Бұл айда қырсық әрі ауыр мінезді әйелдер дүниеге келеді. Өте ашулы болғанымен өзіндік төзімділігі де бар. Олар қиындықтан қорықпайды, тез шешім қабылдайды. Алайда бұл шешімі әр кезде дұрыс бола бермейді. Тез ренжіседі және кек сақтағыш. Адамдармен жақсы тіл тапсады. Сондықтан жұмыс жағынан жолы болғыш. Кішкентай сәбилерді жақсы көреді. Наурыз айы. Өте нәзік жанды әйелдердің өмірге келер мезгілі. Сонымен қоса өте қырсық. Кей кезде өздерін бақытсыз деп санайды. Өздерінің ұялшақ мінездерінен жетістікке жете алмай да қалатын кездері болады. Бұл айдағы арулар өте мейірбан, жанашыр келеді. Сәуір айы. Бұл айда туылғандар өздерінің батыл мінездерімен ерекшеленеді. Өздеріне не керек екенін біледі және соған қарай жай, бірақ сенімді түрде алға жүреді. Эмоциясы ақылынан артта жүреді. Мамыр айы. Сенімді және өз ісіне жауапты жандар. Көп кешіре бермейді. Соның кесірінен күйеуінен айырылысып кетуге дайын. Бірақ кейін бармағын тістеп қалуы да мүмкін. Ең бірінші орынға ақшаны қоятын жандар. Маусым айы. Шырайлы жаздың бірінші айында өмірге келетін нәзік жандылардың басты жағы ептілік. Олар өте ренжігіш және кек сақтағыш. Бірақ өте мейірімділігінің арқасында барлығын ұмытып та кетеді. Өсекті мүлдем ұнатпайды. Шілде айы. Бұл айда өте ұяң және ұялшақ әйелдер өмірге келеді. Олар үнемі барлығын уайымдап жүреді. Өмірінің бар кезін көңіл күймен шешеді. Романтикаға берік, терең сезеді және уайымдайды. Бірақ сырттай көрсетпейді. Үй және отбасы олар үшін бірінші орында. Тамыз айы. Ең тәкаппар әйелдер осы айда дүниеге келеді. Сонымен қоса өте мейірімді. Әрбір жерде басшы болғысы келеді. Өзіне еркектерді баурағыш болғанымен өз сүйіктісін ғана ұнатады. Әрқашан шындық жағында, бірақ көп алданады. Қыркүйек айы. Өзінің өзі қатты сүйгіш. Көп ортада болғанды ұнатады. Қызғаншақтығы да бар. Ал әйелдік қасиеттеріне келгенде тазалықты ұнатады. Тамақты өте дәмді әзірлейді. Қазан айы. Қарапайым және бәрінің тілін тапқыш әйелдер. Мәселенің тоғетерін ашықпай, ойлана келе шешеді. Көп кешіре бермейді, бірақ отбасын сақтап қалуға көп күш жұмсайды. Қараша айы. Өзін сүйгіш және эгоистті. Онымен қоса барлығын үнемдей жүреді. Махаббатқа келгенде өте әсерлі. Терең әрі қатты жақсы көре біледі. Желтоқсан айы. Қорықпайтын және әрбір қиындыққа қарсы жүзе білетін әйелдер. Адам талғамай сөйлесе кетеді. Романтикаға берік және өте сенімді құрбы бола алады.